Қайырлы кеш, қымбатты көрермен. Бүгінгі эфирға уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін көптен көп рахмет. Бүгін біз сіздермен жақынырақ танысамыз. Жалпы бұл бұл бағытта біз қалай ақша тауып жатырмыз. Енді орталарыңызда мені білетіндер де бар, кейіннен жаңадан қосылып жатқан адамдар да бар. Таныса кетейік, менің есімім Айдос болады, Даримбаев Айдос. Мен осы Намат IQ Group компаниясының басшысы боламын. Бүгін біз жалпы сатылым емес, реклама емес, жақынырақ сіздермен танысайық. Біз не компаниямыз, не үшін құрылдық, бұл кімге керек, біздің жасап шығарып жатқан роботтарымыз деп айтамыз. Қарапайым тілде сіздермен сөйлесіп, сұрақтарыңызға жауап беріп, сұрақтарыңыз болатын болса жазып қойып отырыңыздар, артынан уақыт қалдырамыз. Бүгінгі эфирдің соңында міндетті түрде сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Жалпы біздің компания қазақстандық IT компания, жасап шығаратын өніміміз программное обеспечение деп айтамыз. Былайша қарапайым тілмен айтқанда роботтар жасап шығарамыз. Мына MetaTrader 5 платформасы бар. Әлемдегі мынау қолмен сауда жасайтын трейдерлар білет көбінесе. Осы площадкада алып сату процестері бар. Соны біз автоматтандырылып, осы Қазақстанда тіркелген алғашқы IT компания болып табыламыз. Компания туралы айтатын болсақ, енді тағы да қысқаша маңызды осы сұрақтарыңызға жауап берейін. Көпшіліктің сұрақтары. Компания инвестиционный компания емес біздікі. Біз ешкімнен ақша алмаймыз және ешкімнің ақшасын мынау доверительный управление дейді ғой, сол сияқты сенімді түрде оны ешкіммен басқармаймыз. Біз тек қана өзіміздің жасап шығарған роботтарымыз деп айтамыз, өзі сауда жасайды. Біз сол программаларды жасап шығарамыз. Автоматтандырылған сауда жүйелері деп айтамыз, соны жасап шығарамыз. Өзіміздің компаниямыздың техподдержкасы бар және сервисі бар. Сіздер бізден робот алғаннан кейін біз сіздермен жұмысымыз бастайды, жетекшілік болады, техподдержканың кері байланыс ретінде сіздерге көмек сервистары болады. Әрі қарай да осы цифрлық бағыттарды біз көбейтіп дамыта беруімізге осындай өзіміздің жол картамыз бар, масштабқа шыққымыз келеді. Қазіргі таңдағы Қазақстандағы IT компаниялар көп қой, соның ішіндегі осы біздің бағыттағы мынау Форекс нарығында сауда жасайтын бағыттағы алғашқы қазақстандық IT компания болып табыламыз. Енді бұл робот қалай жұмыс жасайды? Бұл бізге қандай пайдасын әкеледі? Көп адамдар түсіне бермейді екен. Мына Инстаграм парақшамда бар, көбісі қарап жүреді, бірақ осы Айдос немен айналысады деген сұрақтар көп екен. Осы біздің жасап шығарған роботтарымыз, біздің жасап шығарған алгоритм роботтарымыз бұл автоматтық түрде сауда жасайды. Ол қалай жасайды? Валюта нарығында, Форекс нарығында бұлар кіреді, өздері анализ жасайды, баға қай жақтан келе жатыр, баға қай жаққа бара жатыр, орташа бағаның енді орташа көрсеткіші, ең жоғарғы баға, ең төменгі баға, осы свечаларға қарап отырып анализ жасап, өзінің индикаторлары бар, өзінің фильтрлары бар, осыған байланысты саудаға кіреді. Саудаға кіргенде бір сөзбен айтқанда ұтымды бағамен сатып алады, бағасы төмен болғанда. Бағасы жоғары көтерілгенде сатады. Оның барлығын алгоритм өзі автоматтық түрде жасайды. Сатып, курстық айырмашылық біздің табысымыз болып есептелінеді. Әрине, бұл жерде робот өзі автоматтық түрде сауда жасағанмен, бұл жерде адам өзі контрольда ұстау керек. Құр робот алып, қосып қойып, ол өз әрине жұмысын жасап, саудасын жасап, табыс әкеледі, бірақ бұл жерде адамның да контроль керек болады. Себебі бұл қаржы бағыты болғандықтан кейін бұл жерде тәуекелдер бар. Бұл тәуекелдерді басқару керек, оның өзінің ережелері бар. Егер де өзі дұрыс қолданып жүрсе, өзінің көңілін бөліп контрольда жасап жүрсе, онда ешқандай қорқыныш жоқ. Кез келген адам бұны әрі қарай алып кете алады. Біз жалпы роботтан ақшаны табамыз ғой, енді ол қай жерде сауда жасайды, қандай нарықта бізге табыс әкеледі. Әлемде қаржылық нарық бар, Форекс деген. Бұл жерде валюта жұптары, металдар, алтын, күміс, тағы да басқа акциялар бар. Осының барлығы осы жерде сауда жүретін нарықтың аты Форекс. Бұл Форекс деген нарық әлемдегі ең үлкен нарық болып есептелінеді. Басқа нарықтардың барлығын қоссаңыздар да, оның ішінде криптовалюта нарығы бар, мынау фондовый рынок бар, осының барлығын біріктіріп қоссаңыздар да, осы Форекс нарығынан ауқымы үлкен емес. Себебі бұл жерде бір күндік обороты, ақшаның обороты 7 триллион доллардан астам. Сондықтан біз осы нарықта сауда жасаймыз. Бұл нарықта өздеріңіз білесіздер, қолмен де сауда жасайды трейдерлар.
және біздікіндей автоматтандырылған роботтар да бар, өздері автоматтық түрде сауда жасайтын. Біз де осы нарықтың ішінде бір бөлігі болып табыламыз. Осы үлкен обороттардың ішінде бізде де өзіміздің үлесімізді қосып, біздің роботтар арқылы кез келген адам табыс таба алады. Бұл жерде бағалар өзгереді. Өздеріңіз енді әр қалада обменниктер бар. Ә, Күнде көріп жүресіздер, доллардың курсы бүгін обедке дейін басқа болатын болса, обедтен кейін басқа болады, өзгеріп тұрады үнемі. Осы курстарға байланысты біздің алгоритмдар сауда жасайды. Соның арқасында, курстың өзгеру арқасында біздің роботтарымыз ақша табады. Жалпы біздің компанияны құрған Намат IQ Group компаниясының екі адам құрғанбыз. Енді мен өзім директор болып табыламын. Менің мақсатым бұл компанияны өсіп өркендету, дамыту, сіздермен тіке байлас жұмыс жасау, қарым қатынас. Өзімнің өмірлік тәжірибемді айтатын болсам, 20 жылдан артық мен налоговый комитетте жұмыс жасағам. Ол жағынан да тәжірибеміз бар, налог жағынан да қазіргі актуалдық сұрақтар. Заңдылық жағынан менің міндеттерім компанияны дамыту, мынау организационный момент деп айтады, мынау ұйымдастыру жағы, жалпы сіздерді оқыту, білім беру жағы менен. Енді ең маңызды бізде осы роботтар жасап шығаратын кім деп айтатын болсақ, ол менің серіктесім Денис Подгайнов. Денис осы біздің компанияның өнімдерді жасап шығаратын, разработка жасап шығаратын программное обеспечение отделдің басшысы деп айтамыз. Енді барлық мынау сол индустрия бар ғой, архитектурасы, осы программное обеспечениені қалай жасап шығарады, оның алгоритмдарын қалай жасап шығарады, кім жасап шығарады десеңіздер, осы Денис мырза осымен айналысады. Тесттен өткізеді, жаңа алгоритмдар жасап шығарады, оны тексеріп барғаннан кейін ғана біз сатылымға шығарамыз. Сөйтіп Денис екеуміз осы компанияны құрып, қазіргі таңда заңды тұлға ретінде ресми түрде тіркелген заңды компания болып табылады. Бір сөзбен айтқанда, роботты жасап шығаратын Денис, әрі қарай да оны дамытатын мен боламын. Енді өзіміздің сіздермен тәжірибемізді бөлісе кетейік. Бұл бағытқа, жалпы бұл нарыққа біз 2022 жылы келгенбіз. 2022 жылы бір Дениста менде сіздер сияқты жаңадан келген, ештеңе түсінбейтін, бұл бағытты меңгермеген, бір рет естіп тұрған адам болғанбыз. Сол кезде бұл бағытты біз қолданушы болып, жаңағы шетелдік компаниялар бар ғой, шетелдік компаниялардың да роботтарын біз өзіміз қолданып, солармен табыс таптық. 2022-ден 24 жылға дейін осы роботтармен қолданып, тәжірибе алып, оны бақылап, зерттеп, сауда қалай жүреді, өзіміз қосымша оқу оқып, қосымша осындай білімі бар осы саладағы шеберлерден сабақ алдық, консультацияларына қатыстық, онлайн вебинарларына қатыстық. 25 жылға дейін осындай тәжірибеміз болды қолданушы ретінде. 2024-тің аяғынан 25-тің басынан бастап біз өзіміздің роботтарды жай-жайдан жасап шығара бастадық. Жасап шығарғанда ол сразу сатылымға кеткен жоқ. Алдында біз өзіміз демо счеттарда тексердік. 25 жылының жарты жылдығы алғашқы біз тексерістен өткіздік. Екінші жарты жылдығы реальный счеттармен тексердік. Алдында демо счетпен тексерсек, онда уже июльдан бастап реальный счеттармен тексере бастадық. Соңынан 6 ноябрь кезінде, қазан айының 6 жұлдызы күні өзіміздің компаниямызды ресми тіркедік. Қазіргі таңда 2026 жыл біздің компания құрылғалы әлі бір жылда болған жоқ, бірақ бүгінгі таңда 60 адамнан астам қолданушыларымыз бар. Біреуінде бір роботы бар, біреуде мысалға 2 роботы бар, біреуде 10-15 роботы бар. Әртүрлі адамның өзінің қаражатына байланысты, өзінің мақсатына байланысты біз әр адамға сондай не жасап береміз, портфель және өздерінің мақсаттарына жету жол картасын да жасап бере аламыз. Енді сұрақ, неге көп адам қазіргі таңда осы автоматтандырылған алгоритмдарды іздеп жүр және осыларды көбісі неге қолданылады? Себебі өздеріңіз білесіздер, бұл салада екі түрлі сауда бар. Біріншісі, жаңағы өздеріңіз білесіздер, трейдерлар өз қолдарымен сауда жасайды, тікелей нарыққа кіріп, анализ жасап, сауда жасайды. Бірақ адам өзі қолмен сауда жасау үшін, оның жетістігіне жету үшін әжептәуір кезеңдер бар, адами факторлар бар. Осыдан өту керек. Мысалға, адамда шыдамдылық жетіспейді, уақыт жетіспейді, уақыттары жетіспейді, адам асығады, адам қорқады, мысалға қорқыныш бар, иә. Және адамда мынау
жадность деп айтады ғой. Мысалға бір белгілі кезеңге келгенде, ұтымды жерге келгенде адам оны, көп адам оны жауып тастай алмайды сделканы. Тағы да күтеді әрі қарай да. Енді кішкене табысқа жетейін дегендей. Сондай адамдардың факторлары көп. Жақсы нәтижеге шығу үшін. Ал енді біздің роботқа келетін болсақ, роботта ондай ешқандай адами факторлар жоқ. Ол өзінің алгоритміне байланысты, міне осы жерге келгенде сатып ал деді ма, сатып алынады. Келесі кезеңге келгенде өзінің алгоритмі бойынша сатылу керек па, ол сатылады. Баға төмен түсіп кетіп көтерілу керек па, ол оны күтеді. Сондықтан біріншіден уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Осы роботты қолданып жүріп, басқа да өздеріңіздің күнделікті істеп жүрген кәсіптеріңіз бар. Біреуі мысалға тұрақты жұмыстары бар. Осының барлығын істей жүріп, қосымша алып жүруге болады. Бұл роботтарды қолдануға болады. Ә, енді қазір енді өздеріңіз білесіздер, біздің елімізде де осы цифрлық бағытты қолдап, бұны дамытып жатыр. Бізде де осы цифрлық бағытымызды, өзіміздің экосистемамызды көбейтіп жатырмыз. Қазіргі таңда роботтан басқа тағы да басқа өнімдер жасап шығарып жатырмыз IT бағытта. Сіздерге ыңғайлы болсын, телефоннан ғана қолдансын, телефоннан ғана басқарсын деген осындай бір жақсы өнімдер жасап шығарып жатырмыз. Ол өнімдер алдымыздағы айларда ақпарат беріледі, міндетті түрде ол іске қосылады. Енді қазіргі таңда біз қандай өнімдер жасап шығардық? Өнім деген енді біздің роботтар. Жаңа айтқандай, бұл бағытта металлдарда сауда жасалынады, валюталарда сауда жасалынады. Мысалы, күміспен сауда жасау үшін Намат IQ күміс деген бізде мына бір роботымыз бар. Алтынмен сауда жасағыларыңыз келсе, Намат IQ алтын деген сауда роботтарымыз бар. Және валютамен сауда жасағыларыңыз келсе, мысалы евро, доллар, фунт, франк, сол сияқты Намат IQ дәстүрлі және дәстүрлі про деген өнімдеріміз бар. Бұл роботтарымыз қазіргі таңда дайын, сатылымда, қолданыста, үнемі жаңартылудан өтіп тұрады. Біздің өзіміздің сервисіміз бар, техподдержкамыз. Барлығы сіздерге қосымша беріліп тұрады. Бұдан бөлек бізде разработкада жасалынып жатқан крипто бағыттағы роботтарымыз бар. Биткоинмен сауда жасайтын, эфириуммен сауда жасайтын. Бірақ олар әлі толық тесттен өткен жоқ. Соны тесттен өткізіп жатырмыз, тексеріп жатырмыз. Алдымыздағы айларда бұл бағыттағы крипто роботтарымыз да іске қосылады. Ендігі тағы да бір маңызды сұрақ. Бұл робот кімге керек? Бұл роботты мен қалай түсінемін? Бұл маған келе ма, келмей ма? Мен оны қайдан білемін, бұл маған келетінін деген сияқты көп сұрақтар бар. Сіздердің экрандарыңызда міне біздің компанияның ресми телеграм каналы бар, ресми YouTube каналы бар, Instagram парақшамыз бар және компаниямыздың ресми сайты бар. Мына QR кодтарды сақтап қойсаңыздар болады, немесе телефондарыңызбен осы QR код арқылы біздің ресми осы ақпараттарымызға тіркеліп, сол жерден қосымша білім алуларыңызға болады. Қосымша сұрақтарыңызға жауап алуға болады. Біздің офисқа да келіп консультация алуға болады. Егер де сіздер алыс жақын қаладан болсаңыздар, немесе шетелден болсаңыздар, онлайнда да сіздермен жұмыс жасай аламыз. Біздің негізгі форматымыз онлайн. Көп адамдармен біз осы онлайн түрде форматта жұмыс жасаймыз. Техподдержкамызда онлайн түрінде сіздермен жұмыс жасайды. Робот алған кісі, робот орнатқаннан кейін біз сіздермен жұмысымыз басталынады. Оның ішінде біздің техподдержкамыз бар. Менің тікелей өзімнің сіздермен кері байланысым бар. Кез келген уақытта менімен хабарласып, сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар. Және біз аптасына бір рет оқу жаттығу өткіземіз. Понедельник сайын, дүйсенбі сайын кешкі сағат 8-ден 9-ға дейін 1 сағат уақытымыз бар. Әр робот алған қолданушымыз, біздің роботтармен қолданып жатқан кісілер сол сабаққа қатысып, өздерінің сұрақтарын қойып, жауап ала алады. Және бізден қосымша компанияның қандай өнім жасалып жатыр, қандай білім керек, осының барлығы сол сабақта өтіп отырамыз. Одан бөлек біздің телеграм каналдарымыз бар, инструкциялар бар, образецтер бар, жаңағы қалай жазылу керек шаблондар барлығы бар. Және біздің компаниямыздың ресми түрде тіркелгендіктен өзінің ресми құжаттары бар. Мынау заңдылық жағына келетін болсақ, сіздермен біздің ортамызда робот алатын кезде алдымен толық консультация беріледі сіздерге, сұрақтарыңа жауап беріледі, сіздерге ойлануға мүмкіншілік беріледі, өздеріңіздің саналы шешім қабылдауға уақыт болады. Содан кейін сіздермен келісімшартқа отырамыз. Бізде жария офертамыз бар, публичный оферта. Одан кейін тәуекелдерді басқару хабарламасы бар. Мысалға, бұл нарықта қандай тәуекелдер бар? Қаржылық жағынан, техникалық жағынан және адамның өзінің жауапкершілік жағынан. Роботтарды басқару ережелері бар. Осының барлығы бізде құжаттық түрде тіркелген, ол ресми біздің компанияның сайтында тіркелген. Кез келген біздің адам
сайтқа тіркеліп, сол жерден осы документтермен, осы құжаттармен таныса алады. Керек десеңіздер, печатқа да шығарып, өздеріңіз қағаз түрінде танысуға да болады. Мынау енді біздің Астанадағы тіркелген офисіміз, Абу Даби Плазада отырамыз. Бізде астаналық қолданушылар бар, роботты қолданып жүрген. Ә, біз үнемі осы офистамыз, келіп білім алуға болады, келіп консультация алуға болады. Қандай да бір көмек керек болатын болса, оны да жасап береміз. Жаңағындай осы офисқа келулеріңізге болады. Экрандарыңызда біздің ресми сайтымыздың сілтемесі тұр, менің телефоным тұр. Осыны жазып алсаңыздар болады. Және QR кодты тағы да айналып қояйын. Осымен қысқаша айтсақ, біздің өнім туралы мен қысқаша сіздерге жеткіздім. Сұрақтарыңыз болатын болса, кері байланыс ретінде микрофондарыңызды қосыңыздар, сұрақтарыңызға жауап берейін. Айдос, ассалаумағалейкум. Қалыңыз амансыз ба? Уағалейкумассалам. Айдос, сізге бір екі сұрақ қойғым келген. Осы роботтардың, мысалға, әрбір роботтың орташа айлық проценті депозитке қандай мөлшерде алып келеді? Шамамен. Мгм. Бізде енді әртүрлі роботтар бар ғой, жаңағы металдар орташа есеппен 10% деп айтамыз. Металдар ол күміс және алтын. Ал енді валюта жұптарымыз 3%-дан 7%-ға дейін. Ал және де мына осы мына крипто роботтар разработкада болып жатыр да, сол жаңағы жоспармен қандай процентпен жобаны алып келеді деп ойлайсыз шамамен? Енді біз жасағанда негізгі пайызды бірінші біз үлкен пайыз әкеледі дегенге біз ондай бағытымыз жоқ. Ең бастысы тұрақтылық керек бізге және қауіпсіздік керек. Содан кейін уже біртіндеп табыс. Негізгі криптороботымыз жасап жатқандағы жоспарымыз 10%-дің көлемінде табыс әкелсе, немесе 5%, немесе 10% табыс әкеліп отырса тұрақты түрде, онда жақсы болар еді деген өзіміздің сондай бір жоспарымыз бар. Және де мен түсінгенім бойынша бұл жерде әр роботтардың алып келетін пайдасы ол және де мына адамға да байланысты да, сонымен қарап отырған, сонымен управлять етіп отырған адамға да байланысты, иә? Енді бұл жерде адамға да әрине байланысты ғой, бірақ адам оның табысын көбейтуге немесе азайтуға ондай үлесін қоспайды. Адам тек қана оны контрольда ұстайды. Өзіңіз білесіз, егер де бұл қаржы бағытында, жаңа жоғарыда айтып кеттім, тәуекелдер де бар. Соған байланысты мысалы робот саудасын жасап жатқанда өзінің әрине стратегиялары бар, қорғаныс стратегиялары. Мысалы просадка өсетін болатын болса, өзінің параметрлары бар. Үш параметр бар. Ол просадка, лотность және ордердардың саны. Осы үш параметр бірге тұрақты түрде келетін болса, мысалы сол показательға келсе, әрі қарай қорғаныс стратегиялары қосылады. Олар өздері алып шығады бұл нарықтан. Енді бұны қолданған кезде өзінің ережелері бар. Мысалға, телефондарыңызда FX монитор бар, иә, сонымен қарап отырасыздар. Мысалға, роботтың саудасы жүріп жатқанда баға төмен түсіп кететін болса, сіздерге қарсы шығатын болса, мысалы, онда просадка өседі. Ол кезде өздеріңіздің жаңа ережені қолдану керек. Ал негізгі саудаға өздеріңіз әсер бере алмайсыздар. Бұл автоматтық түрде өзі жасалған сауданы. Түсінікті, түсінікті. Сізде тәжірибеңіз бар ма? Есіміңіз кім болады? Қай жақтан боласыз? Есім Темірлан болады. Өзім Орал қаласынан боламын. Қазір уақытта өзім шетелде тұрмын. Ага. Сіз қолмен сауда жасайсыз ба? Роботтармен негізі бұрын соңды сауда жасамағанмын. Жалпы негізі көбінесе мына S&P 500 тек қана осы крупный акцияларды алып қоятын жайым бар. Енді сіздің тәжірибеңіз бар екен, көрініп тұр. Роботпен қолдансаңыз, мысалға деймін да, сіз контрольда ұстап отырасыз, оның барлығын ережесін айтамыз. Мысалы, минимальный депозит бізде $500 бір роботта, максимальный депозит бір счетта $3000. Енді әрине, егер де адамның өзінің жекеше қарастыруы бар, капиталына байланысты, өзінің мақсатына байланысты, жеке сөйлесіп, ол кісінің өзінің, мысалға, сіздің сұранымыңыз болатын болса, мақсатыңыз болатын болса, келісіп отырып, оған да келуге болады. Ал сіздерде мысалы средства под управление алатын услугаларыңыз бар ма мысалы? Жоқ, мен жаңа жоғарыда басында айтып кеттім, сіз мүмкін кеш келген шығарсыз. Біз компания ретінде ешкімнен ақша алмаймыз, оны басқармаймыз. Инвестиционный компания болып табылмаймыз. Біз тек қана робот жасап шығарамыз. Сіздер бізден робот сатып аласыздар. Содан кейін әрі қарай біз уже жетекшілік, біздің техподдержка сіздерге үнемі сервисін көрсетіп отырады. Мысалы, роботты жаңартып отырады. Байқаусыздан робот істен шығып қалса, оны орнына қойып, тағы да установкасын жасап беріп отырады. Сұрақтарыңызға жауап беріп отырады. Жалпы осылай біздің жұмысымыз. Түсінікті, түсінікті. $500 бір жылға ма дейді. Сіздер робот сатып аласыздар ғой. Робот шексіз сіздерде мәңгілік болады меншікте.
біз оны әрі қарай сіздерге жаңартып отырамыз. Робот бір рет сатып алынады және әрі қарай оны қолдана бересіздер, біз сервис поддержкамызды көрсетеміз. Жәке, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы ма? Шүкір, аман есен. Есіміңіз кім болады, қай Өткендегі жақтан новый боласыз? разработка. Еркебұлан, Ерке, Түркістаннан. Ерке. Өткендегі разработкаларыңыз не болып жатыр? Понедельник күні бір нәтижесін салдыңыз да, бұдан кейін салмай қойдыңыздар что-то. Ол жақсы, тамаша. Мен тағы да айта кетейін, Ереке. Өткендегі разработкаға мен тағы қосымша счет аштым, 25 мың долларға. Осы понедельниктен бастап, ертеңнен бастап қосамыз. Және 5 мың долларға центовыйдан тағы да аштым қосымша. Оны да ертеңнен бастап көрсетеміз. Ал енді ертең дүйсенбі ма? Ертең өткендегі разработканы тағы да жалғастырамын. Нәтижелерін осы телеграмнан, менің инстаграм парақшаларымнан көріп отырсаңыздар болады, бөлісіп отырамын. Вторник, понедельник күні салдыңыз, вторник, среда, четверг, пятница салмадыңыз да, соған уайымдап қалдым ғой мен сәл. Жоқ, оны мен керек десеңіз қазір эфирден кейін де салып көрсетейін. Ол бәрі тұрақты түрде өтіп жатыр. Жұма күні өзінің саудасын бітірді. Қазір саудасының барлығы нөл болып тұр. Понедельниктен бастап тағы қосамыз. Эфирден кейін чатқа жіберемін тағы да. Құдай қаласа. Мгм. Рахмет, Тәке. Рахмет сұрақтарыңызға. Сізден сосын сұрайын дегенмін, Айдос мырза, осы мысалға депозиттің сомасы үлкен болады, 50 мың доллар, 30-40 мың доллар болса, ол жағдайда қанша уақытта роботқа торговать ету нагрузка болмайды ма деген ма? Мына жерде опасностьтер болмай ма? Просадкалардың пайызы жоғары болып кететін. Темірлан, енді біз тұрақты түрде сатылымдағы роботтардың, бір роботтың обороты 3 мың доллардан аспайды. Егер де көп, мысалы 50 мың доллар бар ма, енді жаңа айттым ғой, жекеше сөйлесуге болады, бірақ тұрақты түрде мысалға 5 роботқа, 10 роботқа бөліп тастауға болады. Әртүрлі портфель жасап, біреу күміс, біреу алтын, біреу валюта деген сияқты әртүрлі портфельға. Оның әрине просадкасы өсетін кезде өзінің долив жасау ережелері бар, сушкаға қою ережелері бар. Оның барлығын түсіндіріп айтамыз. Ал енді крупный инвесторлар болатын болса, мысалы жаңа Ерекең сұрақ қойғанда ол кісі байқап жүр. Біз жаңа разработка жасағанбыз. Өзіміздің демо счетта уже ол 500 мыңға дейін жетіп қалды. Ал реальный счеттағы 55 мың долларымыз бар. 25 мың доллардан бірнеше счеттарымыз бар. Бұл роботтар әлі сатылымда жоқ. Алдымыздағы айларда ол сатылымға шығарылады. Бірақ ол роботтар білімі бар адамдарға ғана беріледі. Мысалы, сіз түсінесіз ба? Түсінсеңіз, біз әрі қарай сізді оқытып жібереміз. 2-3 күндік оқу бар, немесе 1 апталық оқу бар. Соған біліміңізді алып, қалай роботты басқару керек, қай кезде өшіру керек, қай кезде қосу керек. Осының барлығын қолмен басқару ретінде жақсы табысқа жетуге болады. Мен қазір жаңа айттым ғой, эфирдан кейін осы чатқа салам нені. Жаңа Еркебұлан айтқан роботтың нәтижесін салам. 1 апталық және осы айдың 19 күні ма бүгін, 20 күндік нәтижесін салам. Түсінікті. Және де Айдос мырза, осы роботтардың қаншалықты часто болады, мысалға жиі болып тұратын осы просадкалардың, және де қанша пайызға болып тұрады мысалға просадкалар, егер де ол информация бар болса әрине. Просадка енді бұл нарықтың қозғалысы ғой, просадкасыз сауда болмайды. Өйткені өзіңіз білесіз, үнемі мынау бағалар ауысып тұрады, алтынның болсын, доллардың болсын, күмістің болсын, то бірде түседі, то бірде көтеріледі. Ал енді просадка біздің роботтарда, қазір жаңартылған роботтарымызда тұрақты түрде, негізгі 30%-ға дейін ол тұрақты түрде деп айтамыз. Ал 30%-дан бастап жоғары ол уже қауіпті режимға кіре бастады деген сигнал бар. Мысалға 50%-ға жететін болса просадка, біз үстіне қосымша 100-ге 100 долив жасаймыз. 30%-ға жететін болса, онда сушкаға қоюға болады. Мысалы, егер доливтарыңыз жоқ болса. Бірақ жаңартылған роботтарымыз қазір үлкен просадкаға барып жатқан жоқ. Енді оны уақыттың еншісі көрсетеді ғой. Жылдың басынан жаңарттық, нарық өзгерді. Есіңізде болса, январдың 29-30 күні алтын мен күмістің бағасы 40-37%-ға дейін бірақ түсті бір күнде. Соның барлығына біз роботтар негізі төтеп берді. Түсінікті. Жағдай, Айдос мырза, если что, сіздің жегеніңізге шығам. Жақсы. Рахмет сізге. Хабарласыңыз, жақсы. Қосымша сұрақтарыңыз болса, осы телеграм чатта комментария деген несі бар. Сол жерге жазып, кері байланыс ретінде ақпарат ала берулеріңізге болады. Тағы да қосымша адамдарыңыз болса, осы телеграмға тіркеп, көптен көп рахмет. Апталарыңыз табысты болсын. Барлықтарыңызға сәттілік тілейміз.